Тән көмілер, көмілмес еткенсім. Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең күшін. Іші толы у мен өрт, мұңмен жалғыз алысқан абаймен параллельді сіз де сездіңіз. Көгіне өрмелеп шығар күнді бүркемелеп тастайтын заманға қылар шара жоқ. Алайда бүгінгі заман Ахмет Байтұрсынұлын кім деп түсінеді, кім деп таниды? 150 жылдық қарсаңда жасалып жатқан дүние жеміс бере бастады ма екен? Халықтан сұрап көрдім. Алғашқы мектеп ашқан Қазақстанда. Ал сіз? Жоқ, қылмаймын. Қазақтың несін дамытқан ғой жаңағы. Алғашқы қазақ әліпбиін шығарған адам. По-моему, знаменитый поэт. Иә, ақын жазушы. Тағы не білесіз? Ештеңе білмеймін. Сіз? Ол туралы тіпті жаңағы Әлихан Бөкейхановтың қасында жүретін досы, бір жағынан бауыры деп айтам. Ұлт ұстазы Ахметтің ақын, ағартушы, аудармашы, фольклоршы, түркітанушы, лингвист екені көпшілікке белгілі. Алайда оның музыкаға деген махаббатында атап өткен жөн. Гүлнар Міржақыпқызы Дулатованың естеліктерінде ахаңның шебер ән шырқап скрипкада ойнаған жызы. Одан бөлек фортепиано мен домбырада да күй төккені тағы бар. Қазақтың ән күйін түгендеп жүрген Александр Затаевичке де 25 ән, 2 күйді өзі жеткізген. Туған елінің әндерін шын сүйетін және білетін жан ретінде, оларды нақышына келтіріп орындаушы және тамаша домбырашы ретінде Байтұрсыновты отандастарда өте жоғары бағалайды. Ахмет Байтұрсынұлының білімі мен біліктілігінің бұл қырын бағалауға менің де мүмкіндігім болды. Қазақ тарихы, тұрмысы мен этнографиясының терең білгірі ретінде мен жинаған мол материалды жүйелеуге бағдар сілтеп отырды. Оның бұл елеулі еңбегіне аса тәнтімін. Айтар алғысым шексіз. Тарихшы Манаш Қозыбаев Ахмет Байтұрсынұлын 20 ғасырдың ірі құбылысы, феномені деп баға беретіні бекер емес. Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жоқтап, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді. Қазақтың ол уақыттағы кейбір оқығандары өз губерния соттарына күш салып тілмәш болып, кейбірі арын сатып, ұлықтық іздеп жүргенде Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды. Халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бар басын бәйгеге тікті. Ахаңның осы орайда малшы мен маса тәмсілін еске түсірейікші. Жылан шаққалы тұрған жерден ұйқыдағы малшыны маса құтқарып оятқысы келеді. Өлетін білсе де барып шағады. Ұйқылы ояу малшы масаны салып кеп жібереді. Әзәзіл жыланнан құтқарғысы келгенін әбден кеш болғанда түсінді. Өкінеді. Ахмет те сол маса секілді. Басын бәйгеге тігіп, халқының оянуы үшін барын салады. Оны қуғын сүргіннен құтқарып қалу үшін Әлихан Бөкейханов та бар күшін аямады. Әлихан Бөкейханов Екатерина Пешковаға. Ол қазақ халқының ағартушысы. Байтұрсынов өз халқының Кирилл мен Мефодия, Новиков пен Радищева. Оның жасаған әліппесі профессор Моллоның пікірінше фонетикалық жағынан ең ұтымды құрастырылған әліппе. Ол сол әріптермен түрлі сатиралық өлеңдер жазып, Крыловтың 40 мысалын аударып, қаріптер жинағын халық қолданысына енгізді. Эзопты танымал еткен Крыловша Крыловты ел арасына танытты. Қазақша дем берді. Сатираның дәлдігі, өлеңнің көркемдігі, қысқада нұсқалығы жағынан Байтұрсыновтың аудармалары жоғары көркем туындылардың нақ үлгісі. Крыловты дала қазақтарының бәрі таниды. Және ол қазақ тіліндегі грамматика, синтаксис, әліппе, хрестоматиялардың авторы. 16 ақпан 1933 жыл. Тарих шартырайды жақсы көрмейді. Бұлай болғанда, олай болғанда деп топшылау кейде артық. Дегенмен 1872 жылы Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келмегенде қазақ қоғамының дамуында неден кешеуілді болушы еді? Ол ең алдымен қазақ халқының қазіргі жазу тәртібі, қазақ тілтану ғылымы сәл кешігуі мүмкін еді. Егер мысалы Ыбырай Алтынсары ұлы қазақтың жаңа жазба дәстүрін қалыптастырған болса, сол жазбаны енді осы бүгінгі заманауи дәуірге жеткізген тілтану ғылымының негізін қалаған сол Ахмет Байтұрсынұлы болды. Мүмкін Байтұрсынұлы сол торғайда тумаған кезде мүмкін осы дәстүріміз сәл кешігермеді бір 10-20 жылға. Ал ахаңмен болғанда қуғын сүргінге ұшырамағанда не болар еді?
Онда біз ең бастысы біздің тіліміз бүгінгідей шұбырланбас еді. Қазақ тілі дәл осы күні кем дегенде 100 миллион, ал ақиқатына келгенде мүмкін 150-200 миллион халықтың төл тілі, мәдени тілі, білім, ғылым тіліне айналар ма еді. Оған еш күмән жоқ. Оның үстіне Қазақстан, бүгінгі қазақ елі әлемдегі сол Жапон, Германия деңгейіндегі әлеуметтік экономикалық жағдай, мәдениеті өте жоғары елдің, халықтың бірі болатынына ешқандай күмән жоқ еді. Сөз соңында мына бір үзіндіні мысал еткім келіп отыр. Бұл күнде оқудың керек екеніне ешкімнің таласы жоқ. Қай жұрт болса да оқумен ілгері басып тұрғандығын, кейін қалудың себебі оқудың киімдігінен екенін көріп тұрамыз. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығын өнерлі халықтардың қолына көшпекші. Қазақ биыл 5 теңгеге сатқан нәрсесін келер жылы өзі 10 теңгеге қайта сатып алады. 10-11 сомға алып отырған былғары былтырғы 4-5 сомға өзі сатқан терісі. Кезі 5-6 сомдық шұғалар, торқалар қазақтың 1,3-4 сом алып сатқан малының жүгі. Бұл мәшһүр Жүсіп Көпейұлының сәуегейлігі емес. 1913 жыл Ахметтің Қазақ газетіндегі оқыту жайында атты мақаласынан үзінді. Бір ғасыр бұрын айтылса да өзекті секілді. Шикізатын саудалаған жылан ғана емес, аю мен айдаһар құзғын торыған қазақ па дейді. Масаны бізде сезбей жатырмыз ба?